Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Құрметті көрермендер, аппақ ниетімен, аппақ көңілімен, сонау сыр елінен, жыр елінен біздің ақын жігіт біздің студияға келіп отыр. Әбдісадық тегі Асылбек. Яғни ниетіне қарай аппақ қар жауды. Мен айтып отырмын, сен аппақ ниетімен келдің, Алла ниетімізді қабыл етті, қар жауып отыр, нұр жауып отыр деп. Біздің қазақ қар жауса, жаңбыр жауса, Алланың нұр жауды деп қуанады. Сондықтан біз досымызды қарсы алып отырмыз. Қош келдіңіз. Бұл жолы бұл кісі мығым белін бекем болып келіпті, домбыраны арқалап келіпті. Бұл кісі негізі бірнеше жыл бойы әулиелерді зерттеп келе жатқан зерттеуші. Сонымен қатар ұлттық салт дәстүрді, әдет ғұрып, ырым жораларды жалғастырушы, насихаттаушы, әулиелердің өмір тарихын беске білетін. Осы Қазақстанда қандай әулие бар, бұл кісіден қазір кнопканы басып қалып сұрасаңыз, бәрін айта беретін, мықты жол бастаушы, гид бола алатын, мықты біздің мынау компьютер заманы болса да, компьютер барлық Қазақстандағы әулиелерді кіргізе алмайды. Ал бұл кісінің басында Қазақстанда қай әулие қай жерде жатыр, оның қандай қасиеті бар, қандай тарихы бар, барлығын беске жатқа айтатын, енді Генис кітабына кіретіндей сондай керемет білгіш адам отыр. Ал енді бүгін бұл кісінің тағы бір ерекше қасиеті тойларға, жиын тойларға, туған күнге, тұсаукесер, бесік той, үйлену тойы, мерей той, соның барлығына қолма-қол отырған жерінен ол кісінің өмір тарихын бір айтып берсеңіз, қолма-қол соны өлеңмен суреттегенде сіздің тойыңызда келген адамдар көзін ашып, жұмып, тамсанып, таңдана қарайды. Тойыңыз керемет өтсін десе, дәл қазір экран алдына жақындап, осы әулиелер елінен келген бұл кісіні ерекше құрметтейміз, өйткені тазалықпен жүрген әулие басында үнемі тау-тасты аралап, әулиеде жүру деген тазалықтың белгісі де. Сондықтан жүрегінен өлеңді керемет шығады. Ал қандай өлеңдермен келдіңіз? Қош келдіңіз. Қош көрдік. Неге қосып кетейік. Компьютердегі жоқ дүние бұл кісіде бар дейсің ба? Иә, ойда сақталған бәрі. Иә. Мынау жаңа шығармашылықтармен келдім баяғыда. Ақындық Шымкенттегі мейрамханада айтады, ақын деп таныстырып қояды. Отырған жерлерінде қобыз жасайтын адам. Қазақтың келі бұл шаңырағы, Алатау, Еділ, Жайық, Атырабы, Алтарыстың аруағы биігінде елдікке күндіз һәм түні шақырады. Киесін білгендерге болған маржан, қажетсіз керегі жоқ сөздер арзан. Тектілер тайға тамға басқандай ғып, қасиетті жазбаларды қолмен жазған. Қазақ сөзін қастерлей біл жүрегіңмен, ақ көңіл шын ықылас тілегіңмен. Қазақ қақаң тіктеген шаңырағын, қазығұртты махаббатпен сүйемін мен. Келі қазығұртқа арналған. Өзіңіздің жүрегіңізден шықты, иә? Бүгін қазығұртты көрген кезде шықты ма өлең? Әрине, өткенде өткіздік қой жаға. Сәмелі екеуміз бірлесіп қазығұртта құс қонып, бес тарамға бес келді деген ұлы бабалар өсиетінде тектілі насихатында жазылған екен. Солардың ісімен, солардың түр нүктесімен бірге өткізіп жатырық, қасиетті кісілермен. Енді мынау сіздер ақ түйе сойып құрбандық шалды дейді, сол рас па? Иә, ақ түйенің қарны жарылады, бес торанға гүлденіп, жер жаһаннан патшалар ағылады деген өсиеттер бар екен. Сол өсиеттерге сай қасиетті адамдармен бірге өткізіп жатыр. Машалла, қабыл болсын. Енді той десе қуас тұрмалайды дейді. Мен кімнің не істеп жатқанын мен өзім білмеймін, бірақ жан-жақтан телефон шалып адамдар маған айтып жатады. Осындай жаңалық болып отыр, естідіңіз бе, білдіңіз бе деп, содан естігенім ғой. Енді келесі өлеңіңіз не, қандай тақырып? Келесі тақырыпта екі жұлдыз деген, қазір бір айдың көлемінде болып, бір жарқырап, екі жұлдыз көріп көп дегенде өзіңде есімің жұлдыз ғой. Араласып, құрыласып жаңағы. Айтақыр дейсің ғой, досыңыз таныстырдым, өйттім, бүйттім деп. Енді адам деген таныстырғаннан кейін әрі қарай сол таныстығының берекесін келтіріп, әрі қарай бірлесіп тірлік жасау керек қой енді 5 күн жалғанда. Иә. Одан келгенше жаңағы Мекке Мәдинаны насихаттауға болады, қасиетті
қазақтың кері даласында айтуға болады. Меккедегілер Қазығұртқа қарайды деген өсиеттер бар екен. Қашан келеміз осы қасиетті жерге, қашан жетеміз деп армандап, небір сұлулар армандаған, сұлулықтың символы болған қасиетті Бестораңғыға өткенде бардыңыз. Сол жаңағы жұлдыз туралы жарқыраған. Жақында шығардыңыз ғой, иә? Иә, сол. Қазір кешке жақын бұда ай тұр да, айдың қақ төбесінде жұлдыз тұр ғой, өйткені. Екі жұлдыз көрдім жанған көктегі, тақырыбы ғой. Жақындары жаңа жанған көктегі, жұлдыз көрдім көкжиекке шеткері, тылсым сырдан жырлағандай түнімен, ғашықтықтың 17-ші көктемі. Екі жұлдыз жарқырайды жайнаған, бейне нұрға толғандай-ақ айналам, құш жолының ортасынан төгілген, таңдап әкеп қойғандай-ақ сайлаған, жымыңдаған жарық шашқан маңайға, белгілерін төккен жүрек самайға, Қазығұрттан бастау алған сырларын, жұмбақтарын шешу міндет қалайда. Қос аққудай қатар жүрген көктегі, бір-біріне үн қатқандай өкпелі, тамылжыса қорқыт күйі абыздың, қайта келер 17-нің көктемі. Қандай керемет өлеңдер. Ақын деген енді жаны нәзік, сезімге толы, әр нәрсе табиғаттың кереметтерін көргенде соны өлеңмен өрнектейді ғой. Сол өлең келесі адамның жүрегін жібітіп, өлеңмен емделеді адамның. Бізге бір-бірімізге қазіргі сәтте не жетіспейді? Жылы сөз жетіспейді. Бір-біріне деген көршілердің бірлігі, татуластығы. Бай кезде ауылда бір тойды 3 күн жасаушы еді ғой. Бір күні үлкендер, бір күні жастар деп, бір күні жаңағы орта жастағылар деп. Сонда бәрі көршілер келіп бірге тағам жасайды. Қазір көршілер бір-бірімен амандасудан алыстап бара жатыр. Сол себепті мына өлеңдерді тыңдаңыздар. Біз сіздерге осындай өлеңмен де емделуге болады деген сөз. Тағы қандай өлеңдеріңіз бар? Енді мына домбырамен келдік қой. Көбісі домбырамен қобызға тіл тигізіп атады, неше түрін айтады. Бұл осы екі қасиетті дүниені ең алдымен мына жердегі ұлы бабалар насихатынан рет-ретімен дайындалып келген еді. Бұл бабалар өсиетінде 10 жыл бұрын әлеуметтік желіде Асан Тұрабаев, Лесбек Байжан, Ғалымша Әбдезім, тағы кімдер бар, 4-5 азамат жариялаған екен. Көбісінің қолында жүр екен, желілерде жүр екен, соның үтіріне және бүктесіне абай болыңыздар деп ескертіп отыр. Көп кісілерге, өйткені осының негізінде жаңағы дұрыс адамдардың қолына түсу керек бұл негізі. Бұнда жаңағы Ресейдің Танап компаниясы түсірген екен осындай бейнефильмдер, деректі фильмдер, «Проклятие Тимирлана» деген. Соның ішінде «На то воля высших сил» дейді. Сонда рұқсаты болмаған адамдар болса бұны оқи алмайды, түсіндіре алмайды, бүге шегесін деп жазылыпты. Соның ең біріншінде бетіндегі көбіне жаңағы қолына алғанда жаңағы ой-бой бірдеңе араб қол бірдеңе шығарып жатыр ғой қазір. Сүт имам неше түрлі. Сонда мына түсіну үшін алдымен ең бірінші басқы бетіндегі Нұх пайғамбардан жазылған өсиет бар екен. Соны бір былтыр негізі бастауым керек еді бұны. Биылғы жылдың басында соны турасы келіп отыр орай. Бұл жерде былай деп жазыпты. Нұх пайғамбардың өсиетін бабалар әр 70 жыл сайын жылнамашылар салып киелі құдықта сақтап отырады екен. Ол құдық екінің бірі аша беретін құдық емес дейді. Бұны көп жер жаһанның патшалары, халықтары білген дейді бұл өсиетті. Бұл ала алмаған тек кеше 32 жылдары тәркіленген геноцидтің кезінде алып кетілген. Соның ішіндегі өсиет былай екен. Атаңның сақалына жармассаң да, әруаққа атағанға жармаспа депті. Бұл Нұх пайғамбардың сөзі. Әрі қарай алдың ор болар, ұрпағынан сор кетпес, еліңнен су кетпес, табан жолың дірілдер, Тәңірдің нұрын көрмесін деп жазды. Астында Нұх нарқазын Тауқазық пайғамбар дейді. Тауқазық деген Қазығұртқа тоқтаған пайғамбар деген өсиет екен, мағына береді. Соның осының мәні мен мағынасын ашып беріп, жаңағыдай жолдармен бұл кісілер енді жазған Лесбек ағамызды білесіз ғой. Сол Лесбек ағамыз 17 жыл еңбектендім дейді, еңбегін бағалап, өйткені әр нәрсенің өзін қазір дәлелін сұрайды. Кез келген елде, мысалы, ел дейміз, қай елсің, қай русың деп сұрайды ғой. Сол рудың белгілері мен таңбалары, ұрандары, даже мына таңбалардың барлығы алфавиттің рөлін ойнап кетірген дейді, алфавиттің баяғы. Латиница, кириллица дейді ғой. Сол түпкі сақтардан біздің бабаларымыздан тараған. Мысалы, аспанда ұшқан құс болса, оның қос қанатында жеке шайх әулиенің өсиеті бар деген қазақтың бір белгісі бар. Әлемде қанша тіл болса, соның 5 тілінде ұшқыны бар қазақтың, сөздің ұшқыны бар дейді.
ағылшын тілінде, француз, неміс тілінде болсын, енді қай тілде болса да ұшқыны бар. Яғни қазақ деген сөз бекерден бекер емес деген мағына береді бұл үлкен. Өте жақсы. Енді бұл ұлы бабалар насихаты кітабын жазған әрі профессор, ғылым докторы, ол кісі жан жақты өте сегіз қырлы бір сырлы әрі ғалым, әрі инженер, әрі жаңалық ашушы, өнертапқыш, әрі ең соңында бұл кісі кітап жазған. Бұл кітапты жазылу оңай емес. Егер сіз бұл әлемде жоқ болсаңыз, кітап жазам десеңіз, ол оңайшылықпен жазылмайды. Бұл әлемге кіру керек. Бұл әлемді білуіңіз керек. Сонда ғана сіз одан өнім шығарасыз. Ол жазушы адамның осыны 17 жыл өмірін арнауы. Бұл енді күллі қазақ үшін бүгінгі ұрпақтарға беріп отырған энциклопедия, шежіре, бір жағынан тарих. Бұны шын дұрыс айтады, бұны оқып түсіну өте күрделі. Бұған қызығушылық болу керек. Немесе тылсымнан рұқсат болу керек. Ол оқу да бар, оқығаннан кейін оны тоқу да бар. Оқысаңыз да тоқи алмайсыз. Ал енді соны тоқып өзгелерге насихат жасап жүрген мына Асылбек Маңдаланың профессор деймін ғой, бұл кісіні, ұлы дала профессор. Осыны қазір ұрпаққа түсіндіріп жүр. Және бұл кітапты бұл кісі жазды, бітті, бүгінгі ұрпаққа берді ғой. Бірақ оны ары қарай жүзеге асыратын, мынау жазу болса, енді өмірде, тіршілікте, видеода көрсету. Соның бірі жаңағы Бестораңғылы әулиеде ерте кезде барлық әулиелердің бас қосқан жері, 6 әулие бата берген жер дейді. Сол жерде мен барып программа жасағам, сонда оның әрбір құлап жатқан ағашын ұстасаңыз, ол жерден жаңа құйылып тұрған энергияны сезесіз. Өзіңіз бір құс сияқты жеңілдеп ұшып кетесіз, жолыңыз ашылып кетеді. Бір керемет жер, мен көрдім оны. Ал соны бастап біреулер тастап кетеді, мысалы, 1 жыл ас берді, 2 жыл ас берді, келесіде қойшы маған деп әртүрлі енді пікірлер болады ғой. Соны бір адам бастаса, екінші адам қостататын дәрежеге жарға құлағы жастыққа тимей, осы жігіт барлықтарға түсіндіріп әлек. Енді биылғы жылда Асылбектің асыл арманы тағы да 17 март, 17 наурызда тағы да осы жерге өз үлесін қосып, үлкен ас берем деушілер болса, сол жерде үлкен жаңағы ақтүйе құрбандыққа шалам деген бай манаптар болса, қазір телефон экранда осы кісіге хабарласыңыздар. Өз үлесіңізді қосасыз, қазағымның өркендеп гүлденуіне. Бұл тылсым дүниеде барлығы жүзеге асырылса, өмірде бұл сол дұға қабыл болып, қазағым өсіп, өніп, өркендеп гүлдене береді. Ұрпақтан ұрпаққа бұл көне жазба қалдырыла береді. Ендеше қонағымыздың телефоны экранда тұр. Бұл кітапты да сіздің қолыңыздан алыла ма? Қазір бұл таусылуға шығып қалды деген енді. Бар болса бере аласыз, тапсырыс береді. Бұл жазушының қолынан бұл кітапты алып сіздерге жеткізе алады. Жазушы тікелей оны сатуға ықыласы жоқ ол кісінің. Ол кісі жазды, бітті, берді ұрпаққа. Енді ары қарай жүзеге асыру осы Асылбек сияқты замандастарыңыз, одан кейін Асылбектің орнын өкшесін басып келе жатқан жастарға үйретуге жан салып, қысы жазы жарға құлақ жастыққа тимей, біресе Астана, біресе Алматы, біресе Тараз, енді қарасаң Шымкент, бүткіл Қазақстан әулиелерін аралап кетеді ғой бұл кісіге. Бірақ енді оны ойлаған болу керек, бұнда ақша қайдан табады деген сияқты, бүткіл әлемді аралап жүру үшін, әлем емес, Қазақстанды аралап жүр. Бұл кісіге Алла тағала өзі бір жол ашып қояды, бір велосипед кетіп бара жатады, немесе бір трактор кетіп бара жатады, немесе машина кетіп бара жатады. Бір қарасаң, сенен бұрын сол жерде тұрады бұл кісі, енді оның бір құпия күштері бар болады. Берген миссияны орындау үшін Алла тағала бұл кісіге де сондай жол ашып қояды ғой. Ал енді қазір өзінің дайын ақшасы бола тұрып, әулиеге зиярат етуге ерінетін адамдар бар. Қой, өлген адам басына не іздеймін деп ше. Сондықтан өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Әулиеден шарапат дейді. Жаманнан кесапат дейді, әулиеден шарапат дейді. Әулиенің құрмет үшін сұрасаңыз, Алла сізді жолыңызды ашады. Енді тікелей аруақтан сұрамайсыз ғой. Енді келесі өзіңіздің жоспарыңызда сіз домбыраны қалай қолға алдыңыз? Биылғы жылы алдыңыз ба, бұрыннан жетесіз бе? Ол жас кезімізден бар ғой, домбыра. Әулемейтін қазақ жоқ дейді ғой. Арғы бабаларыңызда өзі жыраулар болған Әкем бет ашар болған сер болған ғой, сал сер. Әкем бет ашқан қаншама.
термеші асаба болған ғой беташ ағай. Сол музыка жағына жақын болған. Келіннің бетін кім ашса солтүстік деп қаншама келіндердің бетін ашып, ол ағайын бір кәдеге жарайын бетін ашып келіннің көрімдігін алайын деп. Енді бұл өнер сусымалы, өнер көңілдің сусымалы бұлағы деп айтады екен бабалар өсиетінде. Бұл осы домбыраны көп түсінбей жүргендерде де бабалар өсиетінде де бар екен. Мысалы Құрманғазы деген ол бір берілген атақ ше дейді, дәреже. Құрманғазы Сағырбаевтың негізгі азан шақыртқан есімі бар екен. Құрманғазы деген лақабат, негізі біз тектілер бабаларымыздың лақабаттары, мысалы Қажы Мәдіқожа дейді ғой, соны Дуана қожа дейді. Бір дуана десе бір айдада бір қаңғып жүрген бір сондай деп түсінеді да. Бірақ үлкен философиялық Қожа Ахмет Яссауидің тарихатын жалғастырушы екінші тұлға деген сөз екен. Диуана қожа деген диуани хикметті насихаттаушы адам деген сөз екен. Диуана қожа деген сол дейді. Диуана десе өзің диуанасын кімге пір боласың дейді. Енді біздің тарихымызды 20 рет өзгерткен дейді сүрдетер. Қоқаннан, Ираннан, шұлғаушы дейді, тағы бір 3 ел бар сондай. Соны мына сырт көзі, сыртта қанша жауын бар, іште қанша дауын бар дейді қазақта. Сол үшін де жаңағы өзіміз өркендетпесек, өсиетті ары қарай бұл бабалар аманаты деген өте қиын дүние ғой. Аманатқа лайық болу. Жақсылық нәрсені аманаттайсың ғой сен. Жемқорлықты, озбырлықты, қанішерлікті аманат қылмайсың еш уақытта. Мейірмен, қазақ қақаннан қалған мейірмен шапағатты аманаттайды екен бабаларымыз. Соны домбыраға қосып жырлайды екен. Бар сол, ешқандай ширк қосатын ештеңе жоқ, екінші адамның санасына ой салады ол. Сөйтіп бұл бір күні Шыңғысханның өзі де бұл домбыраны жақтырмайды екен кезінде. Атақты текті патшалар жақтырмай жүреді екен. Енді соғыс жағдайлар ол жестокий век дейді ғой кезінде айтып жатады. Бірақ жаһандық тәртіпті орнына келтірген ол текті бабаларымыз бұлардың барлығы. Тек қана қазақтан шыққан жер бетін өзін құдайым деп санағандардың жер бетінде жезтырнақтар дейді, қартабан дейді ғой, соның бәрі тайпалар болған. Ғопсыз тайпалар дейді екен олар. Солардан жер бетін тазартқан сол қазақ деген бабамыз 5000 жыл бұрынғы Астанада айтып келіп жатырмын, қай жерде айтсақ та артық қылмайды. Паспортта көрсеңіздер қазақ деген сөз естісеңдер жүректеріңіз қуанып, жарылып кетеді, қуануға болар еді. Бабалар өсиетін білгеннен кейін онда да. Білсеңіз онда да. Осындай мына шаңыраққа қарасай, керегеге қарасай дейміз ғой, босағаға қарасай деп. Айтып отырмын, бір молдекеңе сұрақ қойдым. Мен сіз десем, не керегі бар, мұсылманбыз ғой дейді да. Тектілер тегін сұрайды, тегін жоқ болса неңді сұрайды, мен сен деймін да. Мақұл, сен білгіш екенсің, Құранды оқысаң, енді қазақша мағыналар бар ғой, оқиды ғой, оның бәрі тарих қой, мысалы қарасаңыз. Ішінде Құрайш деген сүре бар екен. Мұхаммед пайғамбарымыздың Құрайш руынан. Меккенің кілтінің сол Құрайш руларында деймін ба? Сол сияқты бізде рулар бар. Сол рулардың әрқайсысын жаңа тағы қайталап өтемін. Әр ұрандары таңбаларының барлығы алфавиттің өзіміз қолданып жүрген. Кириллица, латиница дегенде ешқайсысы еш жаққа кетпеген бұның. Ресейдің де көп сөздері, мама деген сөздердің өздері де киелі аналарымыздың есіме кеткен кәдімгідей, есімімен. Киелі аналарымыз болған Айша бипе, Әзана дейміз ғой. Неге оның барлығын құрмет тұтып жатыр, ата-бабаларын пір тұтып жатыр, қадірлеп жатыр. Неге осыншалықты? Сондықтан да жаңағы мейірім мен шапағат 7 қасиетіміздің бірі. Қайта-қайта сол жер бетін тазалағаннан кейін бұл жер анамызды әрі қарай ұрпағына өсиет қалдыру керек қой енді. Сондай ұлы тұлғалар тұрса, Алаш Қахан дейді әкесі, Есік қаласындағы. Оның барлығы енді жақсылықты, мейірім мен шапағатты, сосын 7 атадан қыз алмау салтымызды, сол ішіндегі ең несі ана тіліміз екен. Ең несі ана тілінің құты білді, сүті білді дей берді. Сүті білді десе жасанды тіл шығады дейді. Жасанды сенің сіңіріңді бекітпейді. Шариғат пен тарихат өш болады дейді екен. Мейірімсіз бен қанағатсыз дос болады дейді. Мейірімсіз бен қанағатсыз. Яғни сенің өз ана тіліңді сүйдіп, өз ана тіліңді жатып, өз ана тіліңді тұрмасаң, сондай жағдайда туындайды деген сөз ғой. Тарихат пен шариғатты айтып отырасың, бірақ тарихың жоқ, алып кеткен. Тарихты білмегеннен кейін сол біздегі қазір жетіспей жатқан ортадағы бізге елге жетіспей жатқан сол. Тарих бүкіл сіздердің бабалар жалпы айтқанда Қожа Ахмет Яссауидің 88 сарыуарлары мен 99 машайықтары да тектілердің елі деп тарихат пен шариғатты бірдей насихаттайды екен.
Тамаша. Енді қарсы қарасап отырсаңыз, енді Меккеге көп барамыз ғой. Сонда біз зиярат дейміз ғой. Иә. Әулиелерге зиярат десе, олар да айтады. Қауанаға зияра десең, зияра хауа десең, қауанаға зияратқа барамыз дегенде арабтар соны түсіреді. Сонда зияра деген сөз қазақ тілінде сөзі, араб тілінде сөзі болып тұр. Ал енді түріктер әнне дейді, біз ана дейміз. Бар, сіз айтқандай әрбір ұлтта біздің бір сөзіміз бар. Жақында бір Азербайжан культуролог дейді, бір зерттеуші адаммен сөйлестім интернетте. Мен қазақша сөйлесем, ол таң қалқапты. Сіздің елде қандай жанұяда қазақша сөйлейді дейді де. Сосын кейін мен бас істемеймін, қазақ тілінде сөйлейді ғой деп мимикамен көрсетіп жүрсем, ол маған қазақша жауап берді. Сен қазақ тілін қайдан білесің десем, айтады, мен зерттеушімін, барлық тілдерді зерттеп шықтым дейді. Ең көне тіл қазақ тілі екен дейді. Ең оңтайлы, оңай сөйлейтінге ыңғайлы бүткіл әлемдегі тілдердің көнесі деген ең бірінші деген сөз ғой, көне деген. Көне тіл қазақ тілі, сондықтан біз сол тілде сөйлегенді мен жақсы көремін деп қазақша сөйлеп отыр әлі біз Азербайжанда. Енді мен айттым, онда мен журналистпін, сенің неңді сен видеоға түсіріп маған жібер деген. Сосын ары қарай байланыс үзіліп қалды, уақыт тіршілікпен жүріп кеттік қой. Сонда сол мына зерттеуші соңғы тіл қазіргі заманда Алланың бірінші жерге жіберген тілі жаңағы қазақ тілі деген деушілер де бар да. Енді алдағы уақытта көрсетеді енді оның бәрін. Соған әрекет етіп жүрген, әрекетке берекет болады деп шауып жүрген мына замандасымыз Асылбекке көп алғыс білдіреміз. Бұл кісі ешқай жерден зарплата алмайды, бір жерде тіркеліп жұмыс істемейді. Соның өзінде күні түні жан дүниесімен қазақ халқының рухани жағы кемшін болмасын. Міндетті түрде үлкен қоғамдық орындарда жұмыс істеу емес, енді мемлекеттің еді. Бұл кісі ауыл арасында, әулиелердің арасында бүткіл маңдалада Қазақстан әулиелерін жатқа біледі. Және ол жерлерге кез келген адамды апара алады, және апарған кезде, мысалы бір жерге бардың, оның тарихын білмейсің, Құран оқыңда қайттың, ешқандай әсер болмайды да. Бұл кісі сол жердің тарихын айтқан кезде аузынан суға, біздің бабаларымыз осындай болған екен ғой. Қазақ деген ұлы ел, ұлы қазақ деген сөз осыдан түсінеді, шығады. Ал енді ары қарай өзіңіздің биылғы жылға қойған жоспарларыңыз қандай? Әулиелерді, жалпы әулиелерді сіз жоспармен аралайсыз ба, әлде кете бересіз бе? Енді жаңа 17-шіне белгіленген уақыт, 17-ші наурыз тектілердің, бабалардың белгілеп. Бұл Құдайдың құдіреті, Алланың нұры түсетін, бес тарау туралы бұл жерде толық түсіндіріп айтып кетейін енді. Бұл жерде наурыз мейрамы осы жерден басталған. Наурыз Шыңғыс хан, ұлы текті хандар. Арыс жақта ғой, станция Арыс жақта, иә? Арыс жақта, Шәмші ауылынан. Өзі Шәмші Қалдаяптың, менің Қазақстаным шығарған композиторына Ілесбек ағамыз. Шәмші ауылынан неден шыққан екен? Бестаран ауылдан 9-10 шақты километрде туған екен. Қасиетімен, өсиетімен туған азаматтар ғой. Шәмші Қалдаяптың әндері қандай мысалы? Сыр бойын шарладым деген. Осы кісілер бәрі Бестаранға әулиенің маңайында туған екен. Алдан бергені ғой енді. Сол енді Бестаранға жер жаһаннан небір патшалар, хандар, ханшайымдар, ханзадалар ағылады дейді. Ол жерге бей-берекет жібере бермеген дейді. Сіз айтқандай ағашын айтын, қора ағашын айтын, қазір ұстатпайтындай шырақшылармен мәмілеге келіп жатыр. Ол жерде көп біле бермейді бұл тарихта, ешқандай шырақшы да, басқасы да. Сол үшінде жаңағы Жекен Шайқы әулие деген айтып кеткен. Маңғыстауда 360 әулие бар ғой, Бекет атадан басқа айтып кеткен. Сол кісі 1600 әулие тәрбиелеп, мына 360 деген бір жылдық циклді білдіреді екен, 360 күнше. Соның барлығы жылдығымен, айлығымен, мына наурыз дегеннің өзі бабалар өсиетінде жазылғандай, бізде бұрмаланған тарих бар ғой, Хамсам, Яқшы деп шығара береді. Айтады, 20 рет бұрмаланған тарихты содан бір-бірін таппай жатқаны, анаусы мынаяқтан шыққан, мынаяқтан шыққан, сосын жаңағы өзінің есін көтере бермей жалпы айту керек екен. Ерлікті ұлы жүзінде батырларын айту керек, кіші жүзінде жауынгерлерін айту керек, орта жүзінде бар ғой небір Қамбас батыр деген шыққан. Қабанбай батыр. Қабанбай, Бөгенбай батыр деген, небір Ағынтай, Ағыбай деген батыр бабаларымыздың ерлігін айту керек. Сонда Жекен Шайқы әулие айтты дейді, 1000 жыл бұрын айтқанда тұп-тұра дәлме-дәл мінекей әулиелер. Айтса біздің әулиелерімізде сол шариғатпен жүрген. Қазіргілер шариғатты айтып жатқан. Ішіндегі ең маңыздысы өсиетті айтады екен. Өсиетті айтқанда
айтты дейді, қазақтың киелі даласына 3 түрлі қауіп бар деп ескертті дейді. 3 түрлі қауіп. Біріншісі Алланың атын ұмыту дейді. Бар ғой қазірде неше түрлі айтып жатқандар. Сондықтан да ауызға тілге абай болған жақсы екен. Алла туралы бей-берекет сөйлей бермей, ауызды ашып, жаңа айтып отырық қой, жаңа көрсеткенде Нұх пайғамбардың мына жерде Қазығұртқа түскенін көрсетеді. Яғни Құдайлықты күшті Құдайдың елшілері, пайғамбарлар, нәбилер болу керек деген сөз. Олар ескерту керек қой енді. Сол сияқты енді кейіннен әулиелер келеді деген заманы болады. Айтып кетті ғой енді. Сол бабаларымыздың шариғатта қандай атқарған қызметтері болды, қандай ерлік жасады, ұланғайыр жерде найзаның қылыштың жүзімен, найзаның ұшымен қорғады ғой енді. Сол жаңағы екіншісі тарихын ұмыту дейді. Жаңа біз айтып отырған тарихты ұмыту, болашақ ұрпақтың ұл-қыздардың жолын кесу дейді. Үшіншісі жер жаннаттарының атын өзгерту дейді. Әулиелердің аттарын жаңағыдай ғой, мысалы басқаша ат қойып қойсаң, оның мағынасы жойылып кетеді екен. Қадір қасиеті сол жерден жойылады. Яғни бей-берекетсіз барсаңыз, жаңағы қалай да болса солай, осындай бір көш бастап жүрген әйелдер барған екен Айғожа Ишанға. Сөйтсе жаңағы бұлақтың суы айлық не келетін Құран ұстауға, мешітке кіруге, әулие жерге барып болмайды екен ондай кісілерге. Сонымен ана кісі ерегісіп шырақшымен көзді ала беріп түскен дейді жаңағы бұлаққа. Сөйтіп ол бұлақ тоқтағанда қалған. Иә, су тоқтап қалды дейді. Қазір қосылды ма жоқ па? Жоқ, әлі сол кезде 10 жыл болды. Сондай ғой, өзі қасиетті жердің қасиетін жойып жатыр яғни. Киесін кетірді, иә? Киесін кетірді. Сол сияқты мына табиғатқа да залал келтіре бермей, жаңа кешегі Қазығұрттың үстіне шыққанда неше түрлі шүберектер жалау іле берген ғой әрқайсысы. Қоқыстары қалып кеткен екен, ол Алланың назары түскен жер ана. Сол мына айтып отырған жұрттың Арабиядан келген сахабалар, небір әулиелер мына бабалардың өсиеттерін оқып ғашық болып қалады екен. Киелі далаға ғашық болып қалады екен. Кеткісі келмей қалады екен. Соны білгенде, сол басындағы барған жердегі жаңағы нелерден тазалап, Қазығұрттың басын немізді қойып, сол сияқты жаңағы киелі жерлердің жаңағы көп жерден тоқ көндіріп, табиғатқа залал келтіріп отыр ғой көбісі. Залал, тіпті шаш жердің басына барсаңыз балықтар жүр. Оны әулиеден қорыққаннан ба ауламайды көбісі. Ал енді былай қарай барсаңыз, бір жыландар да бар ғой, алдан шығатын. сол бір оазис, қандай керемет Құдайдың құдіреті. Басқа жаңағы жерлерде мұны тоққа нетіп, обал қылып жатыр. Оны залал кетіре бермейді. Киіктің де киесі болады, босағаның киесі, шаңырақтың киесі, адамның да киесі болады ғой мысалы. Әулиенің киесі дейді. Сол жаңағы осындай нәрселерге мен ескертіп, жаңағыда ескерту пайда береді негізі. Үкаш атаның басын 60-шы жылдары кеңестік атеизм заманында сондай бір өтті ғой, өткенге салават қалды. Сонда бір 20 шақты жігітпен басқарма жолда шығып баратып, дәл Ерғоян сахабаның қасында арақ ішеді ғой. Арақ ішеді. Ой, біреуі жаңа есін жинап мына әулиенің қасында ұят болды ғой, арақ ішкеніміз десе, қой қаяқтағын айтты. Не қаяқтағы рух ұшып кеткен әулиен саған не істейтін еді деп. Жаңағы қабірдің басына тепкілеп, басында ағашын атымен жұлып алып сондай әдепсіздік көрсеткен. Сол жерде Амангелді деген ағамыз бар, қожа. Өткен сайын, ой, інім сен келдің бе, бұлақ суына жәрдемдескен шығуына кісілер тауып беріп, өмірі барсам айтады, соның ана етек жеңінен жаңағы кісі қабірді теккеннен кейін қыран құс көтерілді дейді. Өзгеше деген дауысы да бір өзгеше шықты дейді. Қазір барса соған жаяқтағандар болса сұрауға болады, сол кісі айтып береді. Білетін кісі де өзінің жас кезінде естіп көрген екен соны. Шаңқылдап тұрып 20 жігіттің ішінде дәл жаңағы қабір теккен адамның барады. Қос тектісіне тебеді ғой, қос шеңгелімен жаңағы тырнағымен келіп біреді ғой. Ат батымен қуып алып кетеді жаңағы. Мына Әзиз әулие деген кітапта жазылған осының бәрі Шайдарбек көкеміз. Сол жаңағы киесіне қабірге бардым, көріп тұрған жоқ ештеңе дегенмен ол киесі болады бәрібір. Сөйтіп жаңағы біреусі аллалап жаңағылар қасында жатқан жігіттер бірісі арбақтап далбасалап қалды дейді, бір-бірін құшақтап жылап егереп не болғанын әлем тәпіріп көп кеткен ғой жаңағыдай көрсетті ғой сондай бір қасқаған сәтте. Анадам өліп қалып па содан кейін? Содан кейін артында есін жинағаннан кейін қой барайық деп 2-3 шұқырдан кейін қараса жаңағы кісі ердің аяғы жеңгіде қалған, ердің астына түскен бауырына тепкілеп жүр дейді. Қабырғадан қабырға, омыртқадан омыртқа қалдырмаған. Содан бүкіл ауылды жинап әймен деген шілдер шығарып, ясиндеп бірнеше мәрте Құранды хатым қылып, бүкіл ауылдың жан жақта ауылдың молдаларын жинап 4 күн жатты дейді жаңағы қинап.
жаңағысы өлмейді. жаңағысы өлмейді дейді. Қиналып жатты дейді. Төртінші күні әй молдалар мен неге оқи бересіңдер, ана сөйтіп көзді ашып жүреді екен ғой, ана дүние салатын кезінде. Мына бір дүниелік көзді, рухани көзді ашқан кезде сахабаларды бәрін көріп жаңағы әсемдерді жазыпты, жақсы тамаша. Әй мен неге оқи бересіңдер, ана есіктің алдында Нұрмұхаммед пайғамбардың үкаша, Құттықожа, Иманбаев сахабалар найзасымен түйрейді деп тұр мені, ер қоям. соны қайтыңдар деп айтсаңдаршы деп жылайды дейді жаңағы. Сосын төртінші күні дүние салатынын білді дейді. Сол айтты дейді. Бүкіл ағайын туысқандарын жинап алды дейді. Айтты дейді. Ағайындар мына атейін заманы дегенде әулиелердің рухы өлмейді екен. Олардың қабірлеріне тексіз шұғылаңдар, әулиенің әулиеттеріне, ұрын бұтағына мына кім болсын, о болсын жалпы айтқанда тіл тигізіп мен әулиенің киесі ұрды деп айтады екен. Мойындағанда сөйтіп бұнда да жан тапсыратын кезде ышқынып бір неше түрлі дауыстар шығарып дүние салған дейді. Азапты өлмен өлген дейді. Сол сияқты мына тірі кезіндегі адамдар болады екен, әулие адамдар. Мына бес торанғұлда бес әулие бір мезгілде бата берген ғой. Сол бес таңбаға дүние жүзінде 5 жұлдызға айналып кеткен. Олар бір болған, қазір бір әулиенің басын біріктіре алмай жүр әрқайсысы. Ана менікі дұрыс дейді, мына менікі дұрыс дейді әйтеуір. Бас-баста би болған өңкей қиқым дегендей көрмейсің мен не қылған елдің сен. Бұл бабалардың жаңа бес торанғұлда бірліктің символы, бейбітшіліктің белгісі екен 5 жұлдыз. Олар дүние жүзінің туларында ұқсағысы келіп, мына біздің бабалар сақтарға Германия, Америка, Европаның, Қытайдың жан-жақта елдерде тұр қазір. Сол енді Шыңғыс хан сол жауға кетіп бара жатқанда сол жерде келіп әскерлер қоршайды дедіңіз, иә? Айналып өтеді екен, бес торанғұлда 2 айналып, 3 айналып, 5 айналып өткен кезде кез келген мемлекетті бағындырды. Әмір Темірде солай қылған. Сол құрбандық шалған иә, өгіз. Иә, міндетті де соңғы рет 300 мың адамға Абылай хан ас берді дейді. Сол жерде, иә? Сол жерге кейін ас беріп, сол 2023-тен бастап мына ілекең жазбаларында бар. Сол қашан мына болады, елім қалай болады, сосын мен ұлым қалай деп сұрап көл шақыр. Мен де байланыстырып, таныстырамын ғой мен көбінесе. Ананы әйтеуір болсын дұрыс әйтеуір. Жүйеленсін, бір-бірімен әйтеуір бірлесін, тірлік жасасын деп. Сол секілді айта берсе сөз көп, және де орын-орынмен әр келгенде жүйесімен айтып түсіндіріп берсек дейміз енді. Дұрыс, енді сол осы кітапта жазылған сол ықылым замандағы біздің хандарымыз, патшаларымыз, ағзамдарымыз сол жерге келіп зиярат қылып, сонда құрбандық шалғанда дұға тілектер қабыл болып жеңіске жетіп отырған дейді. Енді дәл қазіргі сәтте бейбітшілігіміз сақталсын, өзге елдермен тату дос болайық деп барған сайын, құрбандық шалған сайын бұл кісілер сондай дұға жасауда, еліміз жеріміз үшін. Ал енді мүмкін үкімет тарапынан да соны естіп, үлкен бір наурызда сол жерде наурыз тойын жасса, енді бірақ онда шылым шегу, арақ ішу емес. Адамдар егер жақындатылмайды, ол хан болсын, қара болсын, мейлі кім болса, ол болсын, жақындатылмайды негізі. Сондай тазалықпен бару керек та, ақ орамал тағып бару керек екен. Оның өзінің дәстүрлері бар екен. Анау қай жақтан кіру керек дедіңіз сіз? 7 қақпасы болған дейді. 4 дарбаза дейді. Алашалы Қахан бабамыздың, қазақ қаханның, Арыстан бабтың өзі бір қақпа дейді. Мына кім Замира айтады ғой. Сол есікке атын жазып қойып дейді, сол сенің жаңағы жерге жинап әкелетін ордың деп енді жаймен мәнмен мағынасы ашылып жатыр бұл. Қасиетті адамдардың қасиетімен жаңағы бабалардың өсиетімен ұштастырып енді іске асып жатыр. Сол жаңағы нені өткенде айттық. Тағы бір жер бар ғой сізді нұр түскенде, намаз оқыған жерде пайғамбарымыз. Сен анау Шымкенттің нар жағында бір не болды ғой. Пайғамбарымыз нұры түскен үшті 2 рәкат намаз оқу керек деп намаз оқу керек. Сайрамда айтады. Иә, сайрам. Кейбір сайрам, бабалар миражға көтерілген мына Яссауи феномен деген Машһүр Жүсіп әулиенің ит дүние деген кітабы бар екен. Көп біздегілер сол оқыса Машһүр Жүсіп үлкен ғұлама адам болған ғой. Көп зираттаған сахабалар тарихы деген бар екен. Мұхаммед пайғамбарға үкаша сахабаның кәдімгі неше түрлі. Міне осы біздегі бабаларымызға көп сырт көз, біздегілер білместер былай қылады. Бір как будто бір айдалада бір қой бағып жүрген, бір үстінде бір жаман киім киіп алып ше, аспанға қарап тым сондай қылады. Анадан жаңа білімсіз, ілімсіз деп ойлайды, иә. Бірақ енді барлық адамға Алла Тағала ілім қондырады, білім қондырады, ерекше қасиет береді. Ол қай ұлтта болса да ерекшелік бар. Ендеше өзіміздің елімізде, жерімізде осындай әулие бабаларымыздың мына насихат кітапты оқысаңыздар, бұнда барлық көне құпиялар жазылған қазақ халқының тарихы. Ал енді оны түсіну үшін де бір оқып тастай салсаңыз түк те түсінбейсіз оны.
бірнеше мәрте оқу керек. Көне тілде жазылған ғой бұл. Соны қазіргі заманға айландырып аударғанның өзінде оқу өте оңай емес. Алла нәсіп еткен адамдар ғана оқиды дейді. Енді экранда телефон тұр, енді сондай ғұламалар болады, зерттеушілер, қасиеті бар адамдар болса, осы Асылбекке хабарлассаңыздар, осы кітапты алуларыңызға болады. Енді қандай өлеңіңіз бар? Не, өлең оқиын деп отырсыз ба? Домбыра шертейін деп отырсыз ба? Шыңғысхан бабамыз осы домбыраны ол кісіде былай түсініспестік болады ғой, нелерде де. Сонда жақтырмай жүреді екен. Сөйтсе жаңағы қасында баһадүрлермен бір аңға шықты дейді, бір киікті. Ұстай алмай кешке дейін әуре болды дейді жаңағы. Біреуінің оғы дарымайды дейді жаңағы. Сөйтіп бір дем алып отқан кезде шаршап бақырды. Біреуінің оғы тимеді дейді. Сөйтсе қасынан бірдеңе зу ете қалды дейді жаңағы. Бабалар өсиетінен айтып отыр мысалы. Мына кітаптан айтып отырсыз, иә? Не көрдіңдер деп айтты дейді. Уа қақан, мына біздің азаннан кешке дейін қуалап жүрген киікті мына бір күйші домбырасымен атып алды, күймен атып алды дейді. Ол қалай шақыр. Сөйтіп айтады дейді. Ай киелі азамат, сен осы уақытқа дейін нетіп едім, мына сенің бұл біз азаннан кешке дейін опыр-топыр бір оғымызды тартамаса, сен мына қалай мына атып алдың мына киіктің күйінді дейді. Сонда жаңағы күйші айтты дейді. Ай қақан, өнер пенденің сусымал бұлағы деп айтты дейді. Домбыра қайғына, домбыра көңілдің гүлі, халықтың үні қуанса үнімен жадыратады, қасарса жауын атады деп айтты дейді. Қуанса халықтың үні жадыратады, қасарса жауын атады деп айтты дейді. Яғни бұл қасиетті дүние ағаштан жасалғандықтан, қоба жасалғандықтан екеуі, ағаштан жасалған дүниенің барлығы кімде болсын, Асай Мүсейіп бола ма, Жұлдыз ханым, барлығы жаңағы ағаштан шығатын Бешторанғұл әулиемен байланысты екен ғой. Осындай бір несі ашылып отырады сарайлар, сырлары, терең хикметтер ашылып. Осы уақытқа дейін жаңағы мына ашып бермеген ғой. Әрі қарай жаңағы сіз айтқандай дұрыс айтасыз, жазба бөлек, оны түсіндіру қиыннан қиыны. Анадай қасиетті адамдардың да мінезі болады, әрқайсысының біреу жақсы болады. Сол енді бір күйді бір тартып берсем ба деп отырмын мен. Бұл да бір насихат екен ғой сөйтсем. Бұл да бір өсиет екен. Қандай өсиет? Ерке сылқым деген бір күйді тартып берейін.
қандай керемет. біраздан бері қол ұшып кеткеннен тартып Жақсы Ерке Сылқым деген күйді енді тыңдап отырғанда менің ауылдағы балалық шағым, жайлауда жүрген кездері, жаңағы қыз қууға қатысқан, жылқыны жылқышылардың ұстап жүргені, құрық салғаны, сосын кейін таудың етегінде гүлдердің арасында отырғаным, бүткіл жайлау өмірі көз алдыма келді. Сосын содан миым демалып қалды, балалық шағым есіме алып ше. Кәдімгі сол ауылға өзімнің шығысқа, жаңағы Шығыс Қазақстан, Зайсан ауданы, оның тауда бізде керемет Сайқан Сауыр таулары бар ғой. Сол жерде Шегетай деген тау бар. Сол жерде сондай биік тау, оған жарты жолға шейін машинамен барасың, ары қарай атпен шығыста Өскеменде. Атпен өгізбен көшеміз ары қарай. Сонда төменде құздың аяғында бұлақ ағып жатады, біз құздың басында кетіп баратамыз көшіп. Сосын тоқтаған жерлерде бұлақтан су ішеміз, сосын дем алып отырамыз. Жылқышылар келеді, олар қымыз алып келеді. Ол кезде қымыз сатпайды ғой. Қымыз жаңағы неге құйып алып келеді, торсыққа. Одан біздікілер бағлан қозы сояды, содан әр жерде мереке болады. Сонда барлық жерде береке, нан пісіріледі, көршілер жиналады. Біз Көкмайсада домалап жатамыз, ән айтамыз. Соның бәрін елестетіп шықты мына күй. Сонда бұл күйдің өзінде де тыңдаған адамда тыңдайтын құлақ болса, қабылдайтын сана болса, бұл қазақтың нағыз ем, жүрегін емдейтін, жаңағы көңіл күйін көтеретін аспап домбыра деген. Қандай керемет. Қане қобыз тұр ғой, қобыз да керемет енді. Қобызда адамның жүрегін тербейді. Бұл кісі айтады, мына домбырамен өзінің айтатын сөзін үнсіз күймен жеткізіп отыр ғой мына. Жаңағы Ерке Сылқым. Бүткіл адам өмір бойы көз алдынан өте шығады. Ал енді тағы күй шертіп, сонымен хабарымызды аяқтайық па де? Бар ма тағы қандай күйіміз бар? Мен досым аяғысында күйшілік өнерін шешу, осы күшін айтпаған күй шертімді. Күй шертімді айтпаған, сөйтсіп күй шертімді. Осы айтпай сасырып келген. Енді бұлай ғой, баяғыда мына ақындар Мекке Құранның Әлхамдулиллахи Раббил ғаламин, Ар-Рахмани Рахим деп, деп аяқталатыны ақындардан да асып түсетін деп Алланың құдіретті кәлемі ғой енді. Сонда Меккенің қабырғаларына да тарих қой енді. Бірақ тарихы салыстырамыз ғой әлемдік тарихтармен. Бізде еліміз ғой енді. Қарап, сол жаңағы бір ақын болды дейді, мұсылмандармен шағыстырып жүреді дейді. Сөздерін ұрысқа, сол ақындар рөлі не деген ғой, біздің де Тәтті қара деген ақын болған ғой. Қамыстың басы майда, түбі сайда, Жәнібек шақшақ ұлы болатын найза. Алдыңнан су, артыңнан жау құсқандай ер жігітке ерлік керек осындайда деп, соғысып жатқанда Абылай ханның тұсында батырлардың аруағын қоздық дейді. Әйтпесем Күркірек деген жер бар екен, арасы пәленбай қашықтықта оны ешкім түскісі келмейді. Соны серкелер қойып алып, бірінші серке бастайды ғой, сол сияқты батырлар аруағын қоздырады екен ғой, соғысқа кіргенде. Бөкейменен сағырдайды дулаттағы, дербісәлі маңдайдайды қыпшақтағы, өзге батыр қайтса да бір қайтпаған сарыменен баяндайды. Уақтаға деген кезде батыр баян қойып кеткен дейді ғой, суға ше. Бір бастаған деген бәрі де ары өтті дейді батырлар, қазақтың батырлары. Тәтті қара деген ақын болған ғой. Сондай сияқты мұсылмандар басына бәйге тікті дейді. Убай ибн Қап деген кісі ме сондай екен. Сол бірақ түрлерін көрмеген дейді. Мұхаммед пайғамбар айтты дейді. Осындай ақын бар, неше түрлі не алып жүрген. Соны кім жазасын берсе, соны ат басында алып дейді. Сөйтсе оның бәрі мұсылмандар кеткен екен. Ана туысқанына барады, ана кіргізбейді, туысқан, ана несіне барады, ол кіргізбейді. Оны қайта не істейді енді? Парсылар келгенде болса, парсылар ол бөтеннен кіргізбейді. Соған амал жоқ келеді. Бірақ ана мұсылмандар танбайды, сахабалар отырып қойған. Ақын келеді, е? Ақын өзі келеді, пайғамбар. Сүйкімсіз ақын, е? Содан айтады, мұсылманшылықты қабылдау үшін не істеу керек дейді да. Қабылдай деп беріңіз дейді. Я деп жүреді, кәлима шахадат айтасың дейді. Айтыңызшы қалай жаңағы ла илаха илlallah Мұхаммад расул жүреді қайталайсыз дейді. Қайталап болады, қайталасам. Болды ма осы мен мұсылман болдым ба дейді. Я болды, құтты болсын дейді ғой. Енді екінші дейді, осындай ақын танисыздар ма дейді ғой. Я танимыз, оған біз ат басына бәйге жерлеп отырып, ұстасақ аямаймыз дейді. Соны алдыңызға әкелсем не істейсіз дейді ғой. Енді кешірем дейді. Кешірмішіл пайғамбар. Сөйтсе сол мен едім дейді ғой. Бүкіл сахабалар қылышын алып жүргізеді ғой жаңағы. Тоқтаңдар дейді. Ол кешірді дейді шынымен де. Сонда жаңағы мұсылмандардың осындай бір қатыгез, менімсіз емес осындай бір жаңағы кісі ақын деп бір шума өлең шығарды дейді, ризашылықпен.
тоқтағандары, сөзге тоқтап жатқандары. Сөйтіп несі өзінің бір жақсы көрген бір ғашығынан бастаған әңгімені. Сол бір 3-4 шумақ ішіне бәрін сыйдырып жүрген ғой. Мұсылмандарды үшінші несіне қосқан кезде пайғамбарымыз орнына атып тұрып үстіндегі шапан жаба салды дейді ғой. Шекті өлең деген тарихта бар екен, ол да тарих болып қалды ғой. Сол пайғамбарымыздың шапанын шапқан шекпен өлең деген тақырыппен қалған дейді. Енді біздің нелер көп қой өнер, сондай арна бар. Сондықтан домбырамен айтқан кезде ақындар жырлағанда, мысалы ұрысқан адамдарға айтамын, көбінесе ұрыспай осы домбыраны алып бір-біріне сөйтеді екен ғой, айтыстырады екен ғой. Үндемей айтса беріңді деп бір-бірінің етін жеп, неше түрлі қарғап сілеп отқаннан гөрі шақыру керек. Мысалы осындай айтысқа сол екен, қайым айтыс, қызбен жігіт айтысы, қыз қуу дегендер салтымыз ғой, керемет қой. Өшіңді алып сабап аласың қамшымен, сөзбен сыбап аласың дегенде. Сол үшін енді жеткізеді ғой бұл домбыра. Бұл орадағы дәнекер ғой енді. Сондықтан бұл да насихат домбыра, жырлар айтқанда дастандар айтылады боймен, батырлардың жырлары айтылады, дастандар, ерлік айтылады. Ешқандай зияны жоқ деп ойлаймын мен. Мен сіз енді ана әулие басында дастандарды айтып жүрген шығарсыз, толғауларды. Айтамыз ғой енді, былай жеткіземіз. Жақсы. Мен қандай қазір күй Набат Ойдарова деген апамыз бар, мықты айтады. Аралым, айдын, шалқарым, құт береке өнген жерде. Тарихта қалған таңбасы көсемде көңіл бөлген жерде. Сіз өзі аралды тумасыз ба? Арал енді біздің жер ғой, сыр ел. Өзіңді аңсап өтеді көктем, өтер күз. Аңсаумен өткен өмірге мына не дерміз. Көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін. Көк аспандағы ай менен күнде екенбіз. Іздеген, көрсем деп шіркін іздеген мәңгі бір-бірін. Көк аспандағы ай менен күнде екенбіз. Дауысы керемет шықты. Енді домбыра керемет ән тыңдап отыру. Бұл кісінің осы өлеңнің өзінен бұл кісі сезіммен айтып отыр. Яғни бұл кісі біреуге ғашық деген сөз. Ары қарай жеткізеді. Оны ары қарай айтайын десе, бұл кісінің көзіне жас келіп қалады, менің ойымша. Сосын кейін осы жерден тоқталайық. Жоқ, ол былай ғой, Күлтесхан, мен сізге бір оқиғаны айтайын. Өткен енді бұл негізі бәрібір енді айтылмай қалуға болмайды, айтылмай. Бір күні мен Шымкенттегі Фатима ханым деген қонаққа шақырдым. Сол кісінің бір риза болатын осы домбырамен, сол единственный Шымкент деген бар ғой, Мейрамхан ағамыз. Енді сол сияқты өздері әрқайсысы өз орта ұстап, енді бірақ мынадай киелі жерге келген кезде бірлесіп, сонда бір Мыңшет деген жерде домбыра тартып отқан көрген. Сол жерден бәрі қобыз тартып отыр, ол кісі домбыра тартып отыр. Сол үйден шақырғанда бір үлкен осындай диван енді сол отырып тұрып қарама-қарсы отырып алған. Сонда домбырамен жаңағы айтқандай домбыра үнмен жеткізеді деген, ана кісінің өміріндегі қиындықтары, басынан өткен ауыртпалықтың барлығы жаңағы музыкамен шығарып отыр, шығарып отырған. Байқы сездім да. Бірақ соны шығарғанда денесі жеңдеп қалады ғой. Аурудан сол іштегі дерт сыртқа шығады да жазылып кетеді адам. Жазылғанда сондай екен, шығарып, сонда ана домбыраны шерткенде де отырса да бір сондай жаңағы байқағаным ғой енді. Енді бұның әрі қарай десе жеткіземін енді. Солай болып тұрған шығар қазір. Бірақ екінші, сонда мен байқағаным, мына домбыраның өзі тұрған сипаты, мына тұрған аққуының несіне келеді екен. Екі аққудың басы түйісіп тұрған, оны жүректі береді екен. Сонда ана кісінің өткен өмірі, сіз ол кісімен Меккеде кездестіңіз бе? Қажылықта. Фатима қажы. Қанесіз бұрынын айтып, енді былайша айтып отырмыз, ресми алғам деп, сол кісіні бір сыйлап құрметтеймін өзі былайша айтқанда. Сонда жаңағы үнінен байқағаным, жаңағыдай үндесесің ғой рухани. Сонда бір аққуды сол жерде сездім, бір сездім. Екінші бір сезгенім Замирамен
жеке шайх әулиеге барды, өзінің қобыздың арқаланып барды, жалғыз өзі болды, басқа ешқайсысы барған жоқ қобызшылардан. Сосын бір қыз сыр бойына да жаңағы неге де келді ғой, жаңағы Айғыз Айшанға да қобызын тартып, сонда да ана қобыздың аққудың жеке шайқы неде әулиеге барған кезде бір как будто етегінде жасыл шүріктің ішінде тарту керек ана қыз дегенде ше. Сол кезде тартқанда бір ана аққудың дауысы шығып отыр екен. Ана домбырадан өзі сезіп отырасыз да, Фатима ханым тартқан домбырадан. Сондай ғой енді ана жерде. Өте жақсы. Сондай үндестіктер ғой бұл. Енді сөзіңіз сөз шығады ғой. Егер іште мына біздің программаның аты денсаулық әлемі ғой. Егер жүрегіңіз күйзеліп, мына жан дүниеңіз тербеліске түсіп, күйзеліп, қиыншылықтан көз аша алмай жүрсеңіз, одан құтылудың жолын білмесеңіз, ем шарлап әдәл шаршасаңыз, күй шертіңіз. Күй шертіңізде өзі қол жүре береді. Күйді өзінен өзі күй шығады. Мен мысалы тұлпарлар деген күй шығарғам. Соны ойнаған кезде мен жаңағы жайлауым ғой, менің баяғы айтатын. Жайлауым көз алдына келеді. Сонда ата-бабалардың рухы келеді ғой, енді энергия келеді. Сонда құлпырып кетесің. Жайнап шыға келесің. Сосын кейін қобызды ойнағанда да сондай ойнайсың. Ойнаған кезде мінекей бүгінгі күні сіздерге денсаулық әлемінің соңғы нүктесінде сіздер қиналсаңыздар, жабырқасаңыздар, осындай аспаптарды ойнап, домбыраны, қобызды ойнап, немесе ойнай алмасаңыз, ойнап отырған адамдарды тыңдап, мына Асылбек сияқты, соны денеңіздегі күйзеліс сыртқа шығады. Музыка терапия деген осы. Бүгінгі күнде сіздерге бұл кісі бір сағат көлемінде осындай сөз терапиясын және музыка терапиясын жүргізді. Ал кездесем десеңіздер, бұл кісі отырған шеже. Ерте кезде үлкен кісілер жиналады дастархан басына. Жаңа кигіз үйде қой сойлады, жаңа қазғарда аста төк молшылық, сонда біз жылтыңдап жүреміз, әкемізбен отырысып қоятын. Сонда үлкен кісілер осылай әңгімені соғады. Сол құлақта қалып мен бүгінде мысалы отансүйгіштік, салт дәстүрдің барлығы сол әкелеріміздің айтқан әңгімелерінен қалған. Енді қазір бүгінде сол әңгіме ары қарай жалғастыру үшін ұрпақтарға көрсетіп отырған үлгі, образец дейді ғой. Бүгінде әңгімені соғатын міне алдарыңызда шежешіл, әңгімешіл, сол бабалардың жолын жалғастырушы, бабалардың ұрпағы, жұрнағы, бабалардың ізбен келе жатқан Асылбек сіздерге көрсету. Енді балаларыңызды сондай әңгімелесетін жерлерге, үлкендердің жақсы сөздеріне, жаңа кішкентай немелерді қуып жүрмей, бірге алып жүріңіздер. Сонда бала керемет өнерлі болып, талантты, талапты, еңбекшіл болып өседі. Бізде ешкім қолдаған жоқ, бір Алла, сол бір еңбек, бір сабақ оқуды бітірдік міне. Әке-шешеміздің тәрбиесімен келе жатқан адамдарымыз. Ендеше сырдан сол домбырасын көтеріп келіп отыр. Ерінбай мына қар жауып тұрғанда кім далаға жүргісі келеді дейсіз? Жалқаудан кеткен заман ғой қазір адамдар. Қыстың қырауда домбырасын сүйретіп, осы біздің студияға келді. Сол сияқты сіздердің араңыздарыңызда да өнерін шығара алмай, қиналып, елге таныстыра алмай жүрген адамдар болса, біздің телефон экранда бізге хабарласыңыздар. Біз сіздерді ел ішінде де 100-ден жүйрік мыңнан тұлпар дейді. Ел іші өнер кеніші дейді. Сондай таланттар болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің эфирді сіздерге барлығы қазір демеушінің заманы ғой, демеушінің несімен шығады. Мен әр жұма сайын бір күнімді тегін жұмыс істеуге арнаймын. Кез келген өнер адамы, қандай өзіңіздің бойыңызда ерекше қасиет бар, хабарласыңыздар. Жұма күнгі менің сол тегін бағдарламама шығуға Алла нәсіп етсін. Ал біз қолдаймыз, болар елдің баласы бірін-бірі батыр дейді. Біздің батырымыз, ақынымыз, Маңдаланың, Ұлдаланың профессоры алдарыңызда, телефоны экранда. Кітап алам десеңіздер, міне, өлең шығарам десеңіз тойларыңызға, әне қолма-қол шығарып береді. Күй шертіп, ем алам десеңіздер, тағы бір жаққа бара алмай әулиені білмей тұрсаңыздар, бұл кісіден сұрасаңыздар, қолма-қол сіздерге жол бастап алып баратын сайыпқыран көненің көзі алдарыңызда отыр. Асылбек Әбсадық тегі. Қандай тілек айтасыз? Жақсылықтың бар болсын, мына тілекті жақсы бердіңіз ғой. Мына биылғы жылы ұлы жылы екен. Ұлы жылы бұл 17 наурызда аяқталады екен. Жаңағы айтып отқан ұлы жылы 40-шы жылдан 52-64-ші жылғылар, осындай жылғылар бар екен. Ұлы жылы өсетін болса, сол ұлы жылы бабалар өсиетінде қазақ қахан бабамыз туылған екен. Ұлы жылы туғандар өсиеттерде күрең жолға бармаңдар депті.
ұлы жылығы жасаған жақсылығым қандай дейді, керемет сауапты нелерге жазылады дейді. Өте үлкен нелер бар екен, функциялар. Соны жаңағы мына ұлы жылы осы 17 наурыз өзіміздің жыл басы, сол 17 наурыз күндері аяқталады екен. Сол жылы туылғандарға өсиеттер айтып кеткен, яғни біреуге жасайтын жақсылығыңыз болса, 100 есе деп, 1000 есе деп, 5 есе деп арттыра беріңіздер. Соны енді мына бір кісілерге тапсырып бір тірлігімді, осы сол как раз ұлы жыл туған екен. Сол әрі қарай сонымен де күтемін, осы бағдарламаны пайдаланып. Сосын 17 наурыз, 2 сәуір, 17 наурыз өз тамға белгісімен інімдер бір сұхбат бердім, Астанаға Айболат досыма. Сол 17-нің мәнін ашып бердім. 17-сі жаңағы турасына келгенде Шымкенттің қаласының машиналардың әрбір періште болады екен бұл. Машинада бір тұлпар дүлдүл дейміз ғой. 17 күннің белгілеп, Шымкент қаласы, шымкенттіктер енді жалпы өткіземіз ғой. 17 күні сол Шымкентте кім бар, ресторанның қадір қасиетін білетін азаматтар мен қыздарды шақырып сол жерге өткізу керек, құдай қаласа. Ішінде жаңағы кісілер келеді ғой, Замира. Былтырдар Гүлшахарға 17-сін өткізесің бе, Замира 11 өткізесің бе деп, Асеке 11-інде не ол, қандай ол мәні бар ол санның. Сол кезде 5 әулие, 5 тамға айналған 6 алашты бүркітке жинап, сол жерде бата түскен. Алланың нұры түскен 17 күні, сәуірдің 11 күні, сыр бойының елбасының арайға барғанда саны, осындай арабтар айтты дейді, 11 дегеннің несі ашылайын деп тұр деп. Осындай Құранның, Ағмештегі жерге Құранның 11-ші парасы ашық тұр депті. Жұлдыз ханым естуіңіздер ме еді? Сол жаңағы Айдаһар ойды қазында айтады жүрді Ақылбек. Сол қасында ертіп алып тыңдайтын. Бірақ ол жалпы айтылатын тұғын ол. Жақсы, енді түсінгенім. Осы биылғы жылы 17 наурызда сіздерді әулиенің аты қалай еді? Бесоңғал әулиенің басында сол бұрынғы Шыңғыс хан баба бастап кеткен, Абылай хан баба ас берген жерге сіздерді ас беруге бірлікке шақырып отырған біздің замандасымыз Сайыпқыран, қамшы салдырмайтын жорға керемет Асылбек замандасымызға сәттілік тілейміз, көрермендерімізге жақсылық тілейміз. Телефон экранында. Барлықтарыңызға сәттілік. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Жақсы.